Мен анамдан көш кеткелі бері оған жиі барып отыруға тырыстым. Мен өзімнің жақын үйімді, анамды және де оның дәмді бәліштерін қатты сағындым. Сатымен көтеріле келе таныс иістерді сезе бастадым. Анамның дәмді бәліштері. Пәтерге кірген кезде таныс дауыс естілді. Шай. Қолымды жуып, мен кешкі асты күтуде болдым. Анам маған арқамен тұрып тамақ істеп жатты, және маған мүлдем назар аудармады. Және де біртүрлі бір дыбыстар шығара бастады. Анашым, сізге не болды? Бәрі дұрыс па? Сіз біртүрлі болдыңыз что-то. Сосын мен телефоныма хабарламалардың дауысы шыға бастады. Мен өз телефонымды алу үшін дәлізге шықтым. Және де ол жерде қатты қап-қараңғы болды. Мам, қуасыз ба? Мен телефонды қолға алып жарықты қосайын деп едім, бірақ көзімнің қырымен хабарламаны көріп қалдым. Кешкі ас үстелде, қазір келем. Немене? Стоп, твою мать! Мен сол жерде ботыма жіберіп қоя жаздадым. Қорқанынан тіпті қозғалмай қалдым. Және өте жан түршіктірерлік болды. Сосын мен ас бөлмеде біртүрлі дыбыстар ести бастадым. Және ең сорақысы, мен сол жерге бардым. Ас бөлмеге кіргенде мен ешкімді көрмедім. Анам да сол жерде болмады. Тек үстелде тәрелке тұрды. Және төбесі жабылған. Мен не болып жатқан мүлде түсінбедім. Бұл қорқынышты түс пе? Анашым, қайдасың? Жауапқа мен жан түршіктірерлік тыныштықты естідім. Бар батылдығымды жинап, мен тәрелкені ашуды шештім. Қап, не мынау? Мына жерде не болып жатыр? Мен тәрелкеге қарап, есімді жиюға тырыстым. Аяғым мен тынамады. Бірақ мен есікке қарай жүре бастадым. Бұл жерден ары қарай. Мені қорқыныш денемді басып алды. Әрбір секунд мен үшін шексіз болып көрінді. Телефонымды дірілдеген қолыммен алып, мен өз анама хабарласа бастадым. Ас бөлмеден хабарласқан дыбыстарды естіп, мен дым түсінбей қалдым. Және сенсіз қадамдарыммен сол жерге бардым. Телефон тәрелкенің ішінде болды. Және оның үстімен әлгі сасық жәндіктер басып жүрді. Және үстелдің қасына келіп, мен телефонды алдым. Не?